Саламатсыздар ма, құрметті оқырман. Өкінішке орай өткенде біз өзіміздің бастап келе жатқан бағдарламамызды үзіп қалдық. Себебі енді көрерменнің сұранысы бойынша біз сарысуға тоқталып кеткенбіз. Сарысу деген, егерде тақырып қызық болатын болса, өткен бағдарламаларды көрсеңіз болады. Сарысу деген ол фанта деген сусына емес, кола дейтін қара сусына емес, ол өкпедегі аурулардың бірі. Сарысу деген ол үлкен кісілерден сұрасаңыз, қазақтың қарапайым сөзі. Сарысу дейтін тағы да бізде Жезқазған облысында, қазір Ұлытау облысында өзен бар. Бірақ оған қатысы жоқ. Лағып кетті деп ойламаңыздар. Енді біз өткенде алдында тоқтағанымызда трахеитті айттық, бронхитті айттық, бронхиолитті айттық. Енді одан ары қарай не болады деп білесіздер ғой? Одан ары қарай асса пневмония болады. Пневмония деген не? Бронхиоланың өзі таудан аққан су кейін өзенге айналады, өзен барып көлге айналады, көлден барып теңізге құйылады. Ол теңіз болады. Әр нәрсенің басталған жері болса, аяқталатын жерде болады. Бұның жаңағы бізге кіретін жұтқан кездегі ауаның барып тоқталатын жерлері бар. Ол біздегі альвеола. Сіз оттегімен қаныққан ауаны жұттыңыз, оттегі барады да сіздің альвеолаңызда газ алмасу жүреді. Сіздің ағзаңыздан көмірқышқыл газ шықса, сол келіп тұрған оттегіні ары қарай ағзаңызға алып кетеді. Енді қараңыз, сол альвеолалар қабынса не болады? Газ алмасу дұрыс болады деп ойлайсыз ба? Әрине дұрыс болмайды. Өйткені альвеоланың ол деген кішкентай ғанамдай шар сияқты. Өте нәзік, ауа кірген кезде бүйтіп қана үрленеді. Бұл жаңағы бақшада өсіп тұрған жүзім сияқты. Майда қалташалары бар. Соның ішіне ауа кіріп, айналым жүреді. Жаңағы оттегі айналысы. Газ алмасады. Енді сол альвеолалар қабынған кезде не болуы мүмкін? Альвеолалардың қабырғалары қатайып, сол жерде іріңді процестер жүреді. Өйткені біздің өкпедегі жергілікті иммунитеттің көп клеткалары сол альвеоланың ішінде басқа инфекцияларды ұстап отырады. Егерде ол инфекцияға күші келмей қалатын болса, ол сол жерде қабыну басталады. Ал егер сол альвеола қабынса не болады? Әрине бірінші пневмония болады. Өйткені сол қалташаның ішінде қарап отырсаңыз, сіздің жергілікті иммундық клеткалар, вирус немесе бактериялар бір-бірімен қосылып, сол жерде айқас соғыс болады, сол жерде қабыну жүріп жатады. Сонда қарап отырсаңыз, альвеоланың ішінде сорпа болады. Ол сорпа ол сыртқа шыға ала ма, шыға алмай ма? Өткен бағдарламада айттым. Бронхиола деген бізде диаметр кішірейген кезде ішіндегі ауа өту қиын болып қалады. Альвеоланың ішіндегі сұйықтық шығу емес, ауа өту қиын болып қалады. Сол себептен көп адамдар жөтелем, бірақ қақырық тастай алмаймын деп жатады. Не себептен қақырық тастай алмайды? Өйткені түтіктің бәрі қысылып қалған, альвеоланың ішінде қабыну жүріп жатыр. Ал егерде оны емдемесек не болады? Одан шығатын асқынудың түрі көп. Оны енді келесі бағдарламаларда айтып отырамыз. Енді сол альвеоланың қабынуын қалай емдеген дұрыс болады? Және де тек қана альвеоланың ішінде бола ма? Әрине, альвеоланың ішінде тоқтап қалмайды. Бактерия болса көп жағдайда сол альвеоланың ішінде қалып жатады. Ал егерде бактерия емес вирус болатын болса, вирус ары қарай өтіп кетіп, басқа да пневмония туғызып жатады. Мысалға, ковидтік пневмония кезінде. Қызық болса, келесі бағдарламаның ковид деп түсірсек болады. Енді сол альвеоланың ішіндегі іріңді шығару үшін не істеу керек? Әрине, міндетті түрде, егерде сіз рентген жасауыңыз керек. Міндетті түрде қазіргі кезде рентген емес, компьютерлік томография жасаңыз да болады. Өйткені бұл актуалды қазіргі зерттеу құралдарының бірі. Компьютерлік томография осыдан 20-30 жылдағыдай тек қана тіркеумен бір нақты бір жерге барудың қажеті жоқ. Қазір компьютерлік томографияда әртүрлі жерден өте беруге болады, бағалары әртүрлі. Айтып кететін бір жайт, компьютерлік томография барлық жерде қай жер арзан деп бара берудің болудың қажеті жоқ. Себебі өткен бағдарлама айтқандағыдай, барлығыңыздың қолыңызда планшет бар, смартфон бар. Смартфон жыл сайын жаңасы шығып отырады ғой. Суретке түсіру қабілеті жақсарған сияқты. Сол сияқты компьютерлік томографтарда уақыт өте келе жаңадан шыққан сайын адамды суретке түсіру жаңағы сапасы жақсарып отырады. Сол себептен компьютерлік томография дұрыстау болады. Кеңес алуға келген кезде де дәрігерге сол ыңғайлы болады. Және рентген енді ол жалпылама өзгерістерді көруге мұрсат береді. Альвеолит болған кезде не істейді? Альвеолит кезінде жаңағы сорпаны шығарып тастау керек, қақырықты. Ол қақырықтың түсі әртүрлі болуы мүмкін. Сары қақырық, жасыл қақырық, соған байланысты бактерияның түрінде анықтауға болады. Бұның себептері жаңағы белгілері қандай?
дене қызуы 39-ға дейін көтерілуі мүмкін, тіпті 40-қа дейін барып қалуы мүмкін. Сол кезде адам әлсіреп төсек тартып жатып қалады. Кішкене ғана жүрсе ентігіп қалады, өйткені ағзаны оттегімен қамтамасыз етуі өте бірден күрт төмендеп кетеді. Және де әлсіреу, шаршағыштық, ұйқының бұзылуы бірінші кездерде, кейін тіпті адам басын ұйқыдан көтере алмай, жастықтан көтере алмай жатып қалып жатады. Одан кейін бұның емі қандай болады? Бұл жерде тек қана үйлік жағдайда емделуге болмайды. Тек қана дәрігерге барып көріну керек. Себебі дәрігер сізге антибиотиктің қандай түрі керек екенін, нақамыз жаңағы вирусқа қарсы дәрінің қандай керектігін сізге айтып дұрыстап тағайындап береді. Және де бұл жерде тек қана антибиотик емес, басқаша да дәрілерді қосқан дұрыс болады. Себебі оның қабынған альвеоланың бұрынғы эластикалық қабілетін қайтару керек. Қабынған нәрсенің ісігін қайтару керек болады. Және де сіздің иммунитетіңіз өте өршіп кетуі мүмкін. Сол себептен альвеолитті үйлік жағдайда емдемейміз, тек қана ауруханалық жағдайда нақамызда дәрігердің кеңесімен. Сол себептен сұрақтарыңыз болса, астына жазып отырыңыздар, комментарий қалдырып, сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған мен, Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов. Хабарласыңыздар.